Ассалаумағалейкум достар, 5-ші бөлім. Бұл видеода мен сіздерге тікелей жұмыс істейтін проекттеріңіздің ішіндегі жоғарыда көрсетілген инструменттермен, сонымен қоса транспортный панель туралы қысқаша тоқталып айтып берем. Бұл басқыштардың өзінің бір атқаратын маңызды функциялары бар. Соның ішіндегі ең бірінші тұрған Activate Project деп аталады. Сол жақта, жоғары жақта тұрған Activate Project. Бұл басқыш бізге бірнеше проекттермен жұмыс істеуге мүмкіншілік береді. Айталық, біз мына проектте аранжировка жазып жатқан болсақ, біз бұл проектіні толығымен жаппай, жай ғана өшіріп қойсақ болады, деактивация жасауға болады. И кез келген басқа проектіні аша аламыз. Мысалы, файлға кіріп, біз мына жерден мысалы осы список бойынша бірінші тұрған проектіні ашып көрейік. Мінекей бізде проектіміз ашылды, келесі проектіміз. Енді бұны біз активация жасау үшін активацияны бассақ, енді бізде тек қана ашқан проект жұмыс жасай бастайды. Және дыбысты тек қана осы проект шығарады. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертеңіз ғана бұл, менде сенде. Мінекей, келесі проектке ауысқымыз келсе, артында тұрады, фоновый режимде бір-біріне слой-слой болып тұрады. Келесі проектіні басып жерсек, және Activate-ні басып жерсек, енді бізде жаңағы жазып жатқан аранжировканың проектісі ашылады, және осы проектпен жұмыс істей беруге болады ары қарай. Бұл көп жағдайда бірнеше монитормен жұмыс істейтін адамдарға ыңғайлы. Ал егер де сіздерде бірақ монитор болса, онда проектіні толығымен жауып, одан кейін барып басқа проектті ашқан абзал. Одан кейін бізде Set up the window деп тұр. Бұл деген бізде рабочий экранда бірнеше секцияға бөліп қойған. Инспектор секциясы, тректардың тізімі тұратын секция, және темплейт. Темплейтте бізде аудио файлдарымыз, MIDI файлдарымыз жазылатын жер. Мысалы, біз инспекторды өшіргіміз келсе, мына списоктан алып тастағымыз келсе, біз мына жерге кіреміз, осы Setup Window-ға, және мына жерде астында инспектор деген бар, галочкасы тұр. Осы галочканы алып тастасақ, біздің инспекторымыз рабочий экраннан жоқ болып кетеді. Және проектіміз үлкейе бастайды. Қайтадан инспекторды шығару үшін біз қайтадан галочканы қоямыз. Мінекей, енді бізде инспекторымыз қайтадан шығады. Бірақ инспекторды біз көп жағдайда қолданамыз, сондықтан да ылғи да тұрған дұрыс. Өйткені осы жерден дыбыстың күшін азайтамыз, көбейтеміз, левый каналға жібереміз, правый каналға жібереміз, делей компенсация жасаймыз и звуковой картадағы входтарды осы жерден настройка жасаймыз. Мысалы, левый каналда микрофон жазуға болады, правый каналдан жазуға болады, немесе стерео қып жазуға болады. Сол кезде осы жерден белгілеп қоюға болады. Мысалы, біздің микрофонымыз микрофон болғанда стереода тұр. Дәл қазір бізде стереода тұр. Оны правый каналға немесе левый каналға ауыстыруға болады. Одан кейін барып бізде рек деген бар. Осы рабочий экранның қазір оң жағынан ашылады. Мұның галочкасын қойсақ, бізде рабочий экранның оң жағынан мынандай рек ашылады. Бұл жерде біз аранжировкаға қолданатын инструменттердің тізімі тұрады. VST плагиндердің. Осы жерден біз кез келген плагинді ашып, аранжировка жаза береміз. Егер де бізге бұл ректің қажеті жоқ болса, біз бұны өшіре саламыз. Галочканы алып тастасақ, рабочий экраннан бізде жоқ болып кетеді. Одан кейін бізде mute, solo және автоматизацияны жазуға арналған функция. Бұл функция бізде әрбір тректің өзінде де дублироваться етілген. Mute та бар, solo да бар. Soloны біз кез келген аудио файлды жеке өзін ғана тыңдау үшін қолданамыз. Soloны бассақ, немесе бірнеше файлды solo қойға болады. Тек қана соларды ғана ойнайды.
және үстіндегі тұрған S дегенді басып жіберсек, бізде қайтадан бүткіл файлдарымыз дыбысын шығара бастайды. Мінекей, одан кейін барып автоскролл деген бар. Автоскролл деген бізге мысалы проектіні осылай қатты ашып қойып, курсорымыз жүреді бізде. Осы курсорымыз егерде автоскролл өшіріліп тұрса, курсорымыз арғы бетке өтіп кетеді да, келесі бетте бізге көрсетпейді. Мінекей былай. Мінекей көрдіңіздер ме? Біздің курсорымыз кетіп қалды да, біздің курсорымыз былай айтқанда жоқ болып кетті. Сондай кезде біз қайтадан автоскроллды басып қойсақ, енді біздің курсорымыз әр бетті бізге ауыстырып көрсетіп отырады. Мінекей, осындай функцияны атқарады бұл. Одан кейін бізде транспортный секция. Бұл транспортный секцияда бізде стоп, ойнату үшін play және запись жазу үшін рекорд кнопкасы бар. Сонымен қоса бізде курсорды ортасында тұрса, немесе бір жақын жерде тұрса, қайтадан басына апару үшін біз кнопканы басып жіберсек, бізге курсорымызды басына апарып береді. Немесе сонына апарып береді, екіншісін бассақ. Одан кейін бізде кальцевание деген бар. Кальцевание деген бізге қайта-қайта бір фрагментті тыңдау үшін жасалынған функция. Мысалы, бізге мынау фрагментті тыңдау үшін белгілеп аламыз. Белгілеу үшін стрелканы жоғарыға көтерсеңіздер, мынандай карандаштың суреті шығады. Осы суретпен біз белгілеп аламыз осы жерді. Одан кейін барып кальцеванияны бассақ, енді бізде осы жерді қайта-қайта ойнатып береді. Мінекей, осындай функциясы бар. Одан кейін бізде ылғи аранжировка жазсақ та, плюс жазсақ та, сведение жасасақ та, ылғи қолданыста болатын секция, мынау инструменттер. Бұл жерде бізде стрелка, курсор. Бұл курсорда бізде 3 түрі бар. Көбіне біз бірінші мен үшіншісін қолданамыз. Үшіншісі бізге кез келген аудиофайлды біздің темпке бағындырып береді. Мысалы, біздің жазып жатқан аранжировкамыз 102 деген темппен жазылып жатыр. Енді осыған бір аудиофайлды, басқа темптегі аудиофайлды импорт жасап, соны өзгертіп көрейік. Мінекей, осы жерден біз мысалы 105 деген темпті таңдап көрейік. Біздің жазып жатқан аранжировкамыз 102 темппен жазылып жатыр. Енді біз бұған 105 темптегі гитараны тартып көрейік. Мінекей, енді екеуін бірге қосып көрейік. Біздің гитарамыз озып жатыр. Біздің аранжировкадан. Енді осыған темпке келтіру үшін, мінекей, осы курсордың ішіндегі үшіншісін таңдаймыз және шамалы 2 тақтқа тарта саламыз. 2 тақтың шеңберіне келтіріп қоямыз. Енді біздің гитарамыз тура біздің темп бойынша ойнайды. Мінекей, осындай функцияны атқарады бұл. Дауыс жазған кезде, мысалы, бір жерін жай айтып қойған болса, созып айтып қойған болса, немесе кешігіп айтып қойған болса, сол жерде тартып келтіруге болады. Одан кейін бізде range selection деп аталады. Бұл range selectionмен біз кез келген фрагменттерді алып тастай аламыз, немесе бірнеше файлдарды бір-біріне қоса аламыз. Одан кейін барып бізде қайшымен біз кез келген жерді кесе аламыз, таңдап. Бірақ тура осы қайшының функциясын бізге Штейнберг компаниясы
горячий клавишқа бағындырып қойған, Alt деген кнопкаға бағындырып қойған заводской настройкада. Мысал үшін біз курсор стрелкамен осы аудио файлдың бір жеріне алып барсақ, жанына енді Alt-ты басып жерсек, бізде қайшын сурет шығады. Alt-ты басып тұрып, біз кез келген жерімізді кесіп ала аламыз. Бұл енді бізге тез-тез жұмыс істеу үшін өте ыңғайлы инструмент. Одан кейін барып бізде glue деген бұл клей, бірнеше файлдарды бір-біріне жалғап жерге болады. Одан кейін өшіргіш бар. Өшіргіш ол көп жағдайда біз автоматизация жазған кезде сол дұрыс болмай қалған автоматизацияны өшіруге болады. Одан кейін zoom деген бар. Zoomның функциясын бізде клавиштің өзінде атқаратын екі басқышы бар. Оны да бізге Штейнберг компаниясы осы екі кнопкаға бағындырып қойған. Бұл ағылшынша G мен H деген әріпке бағындырып қойған. G мен бассақ бізде проектіміз осындай кішкентай болып жабылады. H-ті бассақ бізде проектіміз осылай үлкен болып ашылады. Одан кейін барып бізде mute деген инструмент бар. Mute-ті таңдап, біз кез келген файлды уақытша өшіріп қоюымызға болады. Одан кейін барып карандаштың суреті бар. Карандашпен біз автоматизация сызамыз. Жалпы автоматизация туралы мен алдағы видеоларда нақты түсіріп көрсетемін. Автоматизация деген не екенін. Одан кейінгі бізде 3 инструмент бар. Көп жағдайда бұны біз қолданбаймыз. Өйткені алдында көрсетілген инструменттің өзі бізге бүткіл жұмысты жасауға жеткілікті. Одан кейін бізде түсін таңдауға болады. Кез келген тректі бояп қоюға болады. Мысалы, мынау 3 дорожканы біз бір көк цветке бояп қойық. Мінекей. Осылай кез келген тректі бояп қоюға болады. Мысалы, үлкен ауқымды проекттеріңіз болса, аранжировка барабандарды қызыл қылып бояп қойсаңыздар болады, гитараларды сары қылып бояп қойсаңыздар болады, вокал дауыстарды тағы бір фиолетовый цветпен бояп қойсаңыздар болады. Сондай кезде сіздер тез таба аласыздар керек дыбысты. Одан кейін бізде snap деген бар. Бұл snap деген бізде бір такт бар. Бізде темплейтіміз тактпен бөлінген. 9 бен 10-ның арасында бізде бір такт болып есептеледі. Енді осы кез келген аудионы жылжытатын болсақ, біз қазір бір такттың ішіне 16-лық ноталарды бағындырып қойғанбыз. Бұлай анықтап қарасаңыздар, бізде сеткаға бөлінген темплейтіміз 16-лық нотаға бөлінген. Енді кез келген аудионы жылжытатын болсақ, тек қана осы 16-лық нотаның шеңберінде ғана жылжыта аламыз. Біз мынау орталарына қоя алмаймыз. Осы орталарына қою үшін біз мынау snap дегенді өшіруіміз қажет. Өшіргеннен кейін барып, бірақ біз аудионы кез келген қоятын жерге қоя аламыз. Ал snapті қосып қойсақ, біз тек қана мынау клеткалар бойынша ғана жылжи аламыз. Одан кейін бізде was quantize деген бар, және bar деген бар, bit деген бар. Енді біз барға таңдайтын болсақ, біз аудионы тек қана бір такттан екінші тактқа ғана жылжыта аламыз. Мінекей. Біз бұл бір такттың ішіне еш жеріне қоя алмаймыз. Екінші бізде бит деген бар. Бит деген енді біз әрбір төрттік нотаға жылжыта аламыз. Бізде бір такттың ішінде төрт төрттік нота бар, солардың шеңберінде ғана жылжи аламыз. Жартысына қоя алмаймыз. Енді was quantizeға қойсақ, біз was quantize тікелей таңдаған нотамызға байланысты аудио файлдарымызды, кез келген MIDI файлдарымызды жылжыта аламыз. Мінекей. Одан кейін бізде тікелей такттың ішіндегі ноталар көрсетілген. Бізде бір такттың ішінде, мысалы 9 бен 10-ның арасында бір бүтін нота бар. Бір бүтін нота бізде бірде бір деп белгіленіп қойған.
міне бірді таңдасақ біздің сеткамыз өзгере бастайды. Бізде бір сетка, екі сетка ғана пайда болады. Одан кейін бірде екіні таңдасақ, бұл жартылық нота бізге тағы бір линия сызып береді. Одан кейін төрттікті таңдасақ, бізге тағы да екі линия сызып береді. Осылай ары қарай кете береді. Таңдаған нотамызға байланысты клеткасын, ішіндегі сетканың клеткасын өзгертеді. Ары қарай енді біз транспортный панельге көшейік. Транспортный панельді мынау стоп, пауза деген секция бізде жоғарыда да көрсетіліп қойған. Одан кейін секундомер, біз кез келген аудиофайлдарды тыңдаған кезде үстінен секундомер көрсетіп тұрады. Қаншасыншы секундада келе жатқанын. Одан кейін бізде метроном аранжировка жазған кезде немесе бір минусовканың темпін табу керек болған кезде осы метроном арқылы табамыз. Өшіру үшін қайтадан кликқа басамыз. Бізде метроном өшеді. Астында бізде темп таңдау. Проектіні жаңадан ашқан кезде бізде проектіміз ылғи 120 деген темпте тұрады. Бұл 120-ны өзгерту үшін біз темпіні бас жерсек, кез келген өзімізге керек темпке бағындыра аламыз. Одан кейін қасында размер таңдай аламыз. Аранжировканы жазатын кезде бір минусовканың темпін таптық, ол қандай размерге қою үшін осы жерге белгілеп қойсақ болады. 4x4 болса 4x4 деп қоямыз. Вальсовый әндер 3x4 болса 3x4 деп қоямыз. 3x8 деп қоямыз. Бір күйлерді қоятын болсақ 7x8 деген күйлер бар. Сондай размерде жазылған. Осы жерден барлығын өзгерте береміз. Астында синхронизация деген бұл ылғида офлайн режимде тұрған дұрыс. Мінекей достар, бұл инструменттер тікелей проектпен жұмыс істеу үшін арналған. Әрқайсының өзінің маңызды функциялары бар. Сондай достар, сау болыңыздар.